Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Сіздермен және де амандықпен жүздескеніме қуаныштамын. Енді әзір ғана баламның кішкене кезіндегі бір істі есіме түсіп отыр. Кішкентай кезінде, 5 жас кезінде доп үйреніп жүрді, футбол. Сонымен футболға баратын болып жатқан кезінде мен шашымды буып жатқан едім, байлап. Балам айтты: "Мама, мен де шашымды байлағым келеді" деп ұлым айтты. Сонымен "Ұл бала шаш байламайды ғой балам" деп едім. "Байлағым келіп тұр" деп сөйтті. Соны жарайды деп шашын байлап қойдым кішкентай қылып. Сонымен балам доп ойнағалы кетті. Сон бара жататын жолында айттым мен: "Балам, сен әзір барғанда, мүмкін балалар сені мазақ қылады. Әсілі ұл бала шаш болмайды, шашынан ұқсап байламайды. Мүмкін балалар сені сен қызсың, сен шашыңды байлап апсың, буып апсың деп сені мазақ қылуы мүмкін. Сол кезде қайтесің" деп едім. "Онда қайтем, мама" деп сөйтті. "Байлағың келіп тұр ма өзің" деп едім. "Иә, байлағым келіп тұр" деп сөйтті. "Онда өзіңнің көңіл күйіңе қара. Өзің жақсы көрдің ба? Елдің айтқаны, елдің не деп айтқаны саған маңызды емес. Өзің ұнатып тұрсаң, ұнатқаныңды істе" дедім. Сонымен кетті, барып ойнап келді. Сонымен маған күліп айтты: "Мама, мені сен қызсың деп бәрі мазақ қылды" деді. Сонымен айттым: "Мамаң көпті көрген ғой балам, саған көп нәрсенің алдын алып айтып береді. Көңілсіз болдың ба?" десем: "Жоқ, іштен кеткем жоқ" деді. Сонымен өзім қуандым алдын ала біраз айтып қойғаныма. Енді біз ата-аналар көп санды жағдайларда, сондай жағдайларда біз қорқып кетеміз. Біз негізі өзімізге сенімсізбіз. Енді ол бір шаш буғанына бола бала қыз болып қалмайды ғой. Одан кейін енді біз көбінде солай ұл балаларға көп талаптар қоямыз. Жылауыңа болмайды, андай мындай деген секілді. Әсілі олай істеудің қажеті жоқ, бала ғой ол деп мен солай ойлаймын. Одан кейін осы баланың осындай бір өзіне деген сенімділігін осындай жағдайларда, көп санды жағдайларда, мысалы бір баланың елдер қарап: "Ой, сенің мына киімің жақсы емес екен, сенің сызған суретің дұрыс емес" деген секілді сөздерді айтса, балалар көңілсіз болып қалады. Болмаса сол әсілі суретті жақсы сызатын бала сол сөздерден кейін ол сызғысы келмей қалады. "Мен жақсы істей алмаймын" деп. Болмаса сол киімді кигісі келмей қалады деген секілді. Енді осындай жағдайларды біз қалай баламызға сондай жағдайларға төтеп беруді үйретеміз, соны айтқым келіп жатыр. Енді мұндай кезде біріншіден бала өзін өзі бағалай алу керек екен, өзіне өзі сену керек екен. Енді бала кішкентай кезінде ол мысалы өзінің үздік па, үздік емес па екенін білмейді ғой, кішкене ғой, оны парықтай алмайды. Ол үшін біз ата-аналар оған көмектесуіміз керек. Сонда мысалы біз үйде кешке-жекін баламыздың бір дұрыс істемегенін көріп, қате істеген жерін ғана көріп көзімізге, сол ғана көзімізге көрініп, мысалы баламызды кешке-жекін сындай берсек, ұрса берсек: "Ой, ана жерің болмай қалды, мына жерің болмай қалды" дей беретін болсақ, ол бала ойлайды ғой: "Ой, мен бәрін дұрыстап істей алмайды екенмін, мен бір жаман бала екенмін, мен дұрыс емеспін" деп құлдырай береді деген сөз. Енді егер сіз мақтасаңыз, бір кішкентай ісін көріп мақтап оны: "Ой, жарайсың балам, жақсы істедің" десеңіз, ол да: "Мен осылай істегенде мен дұрыс болады екен ғой, мен үздік болады екен ғой, осылай істесем жақсы екен ғой" деп өзін өзі сол кезде бір біле алады ғой, үздік баланың қалай болу керек екенін. Сонда біз көп санды кезде баланың артықшылығын, мысалы жақсы істеген жағын көрмейміз да, ылғи жаман істеген жағын көреміз. Одан да жаман кейбір істерді дұрыс істей алмай жатса, көзімізді жұма салайық. Жақсы істегендеріне шабыттандырып: "Жарайсың" деп оны шабыттандырайық. Сонда баламыз өзінің үздік екенін, қалай болғанда үздік болатынын сезе алатын болады. Сонда бала мысалы күнделікті бір сондай бір махаббатқа толы семьяда өзін мойындап тұрған, әке-шешесі өзін мойындайтын, әуелі өзіне қарап сүйсінетін, сондай бір көңіл күйде жүретін болса, ол қандай әдемі болар еді. Енді кейбір кісілер ойлайды, мысалы мен күнде баламды мақтай берсем, "Ой, кереметсің" дей берсем, ол әспенсіз кетпей ма деп. Енді ойлап көрсеңіз, мысалы балаңызды сіз мақтамағанда кім мақтайды? Ол баланы әке-шешесі ғана мақтайды ғой, басқа кім оны жақсы болсын дейді. Сол үшін енді мақтағанда да оның жолы болады.
мысалы сіз балаңыз бір істі сондай жақсы істеп болды, сонымен барып сізге мама мен осылай істедім осылай деп айтып жатса, сіз өз алдыңызға бірдеңкеңізді істеп бопты жақсы бопты жарайсың деп қойсаңыз, ол мақтау болмайды. Мақтаудың да тәсілі бар. Енді мұндай кезде біріншіден бала өзін өзі бағалай алу керек екен, өзіне өзі сенуі керек екен. Енді бала кішкентай кезінде ол мысалы өзінің үздік па үздік емес па екенін білмейді ғой, кішкене ғой, оны парықтай алмайды. Ол үшін біз ата-аналар оған көмектесуіміз керек. Сонда мысалы біз үйде кешке-жекін баламыздың бір дұрыс істемегенін көріп, қате істеген жерін ғана көріп көзімізге, сол ғана көзімізге көрініп, мысалы баламызды кешке-жекін сындай берсек, ұрса берсек, ой ана жерің болмай қалды, мына жерің болмай қалды дей беретін болсақ, ол бала ойлайды ғой, ой мен бәрін дұрыстап істей алмайды екенмін, мен бір жаман бала екенмін, мен дұрыс емеспін деп құлдырай береді деген сөз. Енді егер сіз мақтасаңыз, бір кішкентай ісін көріп, мақтап оны, ой жарайсың балам, жақсы істедің десеңіз, ол да мен осылай істегенде мен дұрыс болады екен ғой, мен үздік болады екен ғой, осылай істесем жақсы екен ғой деп өзін өзі сол кезде бір біле алады ғой, үздік баланың қалай болу керек екенін. Сонда біз көп санды кезде баланың артықшылығын, мысалы жақсы істеген жағын көрмейміз да, ылғи жаман істеген жағын көреміз. Одан да жаман кейбір істерді дұрыс істей алмай жатса, көзімізді жұма салайық. Жақсы істегендеріне шабыттандырып жарайсың деп оны шабыттандырайық. Сонда баламыз өзінің үздік екенін, қалай болғанда үздік болатынын сезе алатын болады. Сонда бала мысалы күнделікті бір сондай бір махаббатқа толы семьяда өзін мойындап тұрған, әке шешесі өзін мойындайтын, әуелі өзіне қарап сүйсінетін сондай бір көңіл күйде жүретін болса, ол қандай әдемі болар еді. Енді кейбір кісілер ойлайды, мысалы мен күнде баламды мақтай берсем, ой кереметсің дей берсем, ол әспенсіп кетпей ма деп. Енді ойлап көрсеңіз, мысалы балаңызды сіз мақтамағанда кім мақтайды? Ол баланы әке шешесі ғана мақтайды ғой, басқа кім оны жақсы болсын дейді. Сол үшін енді мақтағанда да оның жолы болады. Мысалы сіз балаңыз бір істі сондай жақсы істеп болды, сонымен барып сізге мама мен осылай істедім осылай деп айтып жатса, сіз өз алдыңызға бірдеңкеңізді істеп бопты жақсы бопты жарайсың деп қойсаңыз, ол мақтау болмайды. Мақтаудың да тәсілі бар. Мақтаған кезде де сол баланы нақтылы мақтау керек. Мысалы сен кереметсің, сен ой жарайсың, жақсысың дей салсаңыз, ол нақтылы мақтау болмайды. Мәселен, балаңыз бүгін өздігінен барып тісін шөткілесе, ой балам жарайсың, бүгін сен өздігіңнен келіп тіс шөткіледің ғой десеңіз, ол деп біртүрлі масаттанып қалады. Одан кейін балам сен кеше тапсырманы 15 минутта орындап болып едің, бүгін 10 минутта жазып болдың балам, 5 минут ілгерілепсің деп мақтасаңыз, нақтылы жағдайда. Одан кейін балам бүгін сен апаңа көмектесіп, мысалы ыдыс аяқтарды жиыстың, қандай жақсы баласың, көмектескіш баласың ғой, біреуге жаның ашып тұрады деген секілді сөзіңізді көбейтіңкіреп, нақтылы жағдайларды айтып мақтасаңыз, осылай болады екен ғой деп балаңыз түсінеді. Мәселен, менің балам кей кездерде маған айтады, мама сенбі жексенбілерде, мама бүгін бір кино көрсек бола ма деп сөйтеді. Ой көрейік балам, қандай жақсы ой деп сөйтем да. Сонымен кеше әкесі айтты, бүгін бір кино көрейік деп еді. Арлан сол балам айтып жатыр, қандай жақсы ой әке сенің ойың деп. Сол секілді балаға да ақырын сіңеді. Солай істесеңіздер, енді нақтылы бір істерде қалай балаға мақтау айту керек, мен артынан және де арнаулы айтып қояйын, соларды көріп алыңыздар, соны балаларыңызға айта жүріңіздер күнделікті. Енді одан кейін көп кездерде біз балалардың осы тапсырмасын болмаса емтихан қағазын әкелсе, сол қағаздағы қате деген белгілерге көп қараймыз да, дұрыс болғандарына көп қарамаймыз. Біз соны бір өзгерсек деп ойлаймын. Дұрыс болғандарына көбірек қарап, ой балам мыналарды дұрыс жазыпсың, мынаны жақсы жазыпсың ғой, алдыңғы жолы мынадан қателік кетіріп едің, ой жарайсың балам, сондай жақсы ілгерілепсің, енді мыналарды біз біліп алсақ тіпті де мықты боламыз деп айтсаңыз қандай керемет болады. Солай істейік.
Енді мақтау деген балаға өте қажетті нәрсе. Бейне осы өсімдіктердің өсуіне күн нұрының, жаңбыр суының өте бір қажет ететін секілді, баланың өсу үшін біздің мақтауымыз өте қажет болады. Алдымен біз өзіміз баламызды мойындауымыз керек, баламызды мақтауымыз керек, баламызды үздік деп өзіміз білуіміз керек. Сонда барып елдерді мойындата алады. Енді екіншіден, сіз ылғи балаларыңызға айтып жүрсеңіз болады. Мысалы, елдің саған берген бағасы маңызды емес. Мейлі ол жақсы баға болсын, мейлі жаман баға болсын, оның бәрі маңызды емес. Маңыздысы сенің өзіңнің тырысуың және өз ойың деп түсіндірсеңіз болады. Мүмкін басқалар саған берген бағасы сені жайсыздандырады. Ондай кезде сен өзің жайсызданатын бағаларды, мысалы пікірлерді тосып тастасаң болады. Оны қабылдама, оны әкеп жүрегіңді жаралама деп түсіндіре жүрсеңіз болады. Өз ойың мәңгі бірінші орында тұрады деп. Мәселен, бір күні балаңыз келсе, менің киімімді жаман деп айтты, менің аяғымды жаман деп айтты біреу деп жылап келеді ғой. Сол кезде айтыңыз, балам, басқаның пікірі маңызды емес, маңыздысы өзіңнің ойың. Мысалы, сенде әзір екі түрлі талғам бар. Бірі, сен сол елдің пікірін қабылдап, содан өзіңді жаралау. Ал енді екінші түрлі талғам бар. Ол болса, сен елдің пікірін қабылдамасаң, өзіңді жараланбайсың. Қайсысын талдайсың десеңіз, енді балада өзін жаралағысы келмейді ғой. Сол секілді жағдайларда балаға біз сондай істерді ертерек айтып, сөзсіз солай баланың көңіл күйін дұрыс жолға қарай жетелеуіміз керек, дұрыс дамуға қарай жетелеуіміз керек. Сол үшін ата-аналар бар шын пейілдеріңізбен балаларыңызды жақсы көріңіздер, сүйіңіздер, шабыттандырыңыздар.